Достар, барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін бетке өте керемет әсерін беретін, тұрақты түрде қолдану бір пластикалық операцияның айырмашылығын жасайтын керемет масканы жасауды көрсетемін. Ең алдымен жасамас бұрын бетті жақсылап тазалау керек. Қазір менің бетім тап-таза. Бет тазарту үшін біздің компаниямыздың активаторын қолдандым. Ары қарай енді одан бөлек бетімізді жақсылап тазалап жүру керек. Біз бетімізді макияждан тазаласақ, енді бетімізді умывалкамен тазалаймыз. Мен қазір осы қолымда тұрған скрабпен бетімді тазалаймын. Бұл скраб адамның терілерін өте керемет тазалайды. Клеткаларды, поралардың түбіне шейін кіріп, өліп қалған кожаларды жаңартады. Оның құрамында жажоба майы мен гель алоэ бар. Сол себептен бетке өте өзінің керемет әсерін береді. Адамның үшінші порасына шейін терең сіңіп тазалайтын болады, өлген клеткалардың барлығын тірілтетін болады. Бұмен жуу үшін бетімізді сулаймыз, бетімізге жағып, бетімізді 1-2 минут уқалап тұрамыз. Мінекей, мен қазір бетімді жуып қойдым. Осымен бетімізді жуып болғаннан кейін мінекей менің қолымда тұрған активатормен макияж тазалауға болады. Одан бөлек мен қазір осыны скрабты қолданып болғаннан кейін осы активатормен бетімді сүртетін боламын. Активатор ол барлық үйге, барлық отбасыға қажетті өнім, себебі ол бет күтімінде де қолдануға болады. Тамақ ауырғанда, бас ауырғанға, зрениеға да, гайморитқа да қолдануға болады. Өте керемет өзінің әсерін береді. Құрамында 98% таза алоэ бар. Онымен қоса бұның құрамында А, С, Е витамині, коллаген, бета-каротин бар. Одан бөлек теріге қажетті ферменттер, аминокислоттар, полисахаридтер бар. Тері құрғақ болсын, майлы болсын, немесе ортаңғы деңгейде болсын келе береді. Активаторды үйлеріңізге алып қойыңыз. Бұны тіпті қолдарыңыз күйіп алса да, бір жерге жара шықса да қолдануға болады. Жалпы айтқанда барлық үйде болу керек өнім. Ал енді бізге маска жасау үшін жаңағы активатор, одан бөлек менің қолымда тұрған маска, одан бөлек маска пудра дейтін осы үшеуі керек. Осы үшеуін бірге қолданатын боламыз. Қолымдағы маска пудра терінің жинақталуына, терінің көтерілуіне, мойындағы, беттегі әжімдерді кетіруге өте керемет көмек береді. Сол себептен міндетті түрде қолданыңыздар. Бұны қолданған кезде сіздің бетіңіздегі әртүрлі әжімдердің кеткенін байқайсыз. Маска пудраның түрі осындай. Бір қасық маска пудра керек, және де бір қасық активатор керек. Екеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей араластырғанда түрі осындай болады. Осыны енді бетімізге қарай жағамыз. Алдымен осылай жақсылап араластырып алу керексіз. Мінекей болғаннан кейін бетімізге жағамыз. Бетіміздің проблемалы зоналарына өте көбірек жағамыз. Мұрныңызда қара точка көп болса, сол жерге көбірек. Мойнымызға да жағамыз, әжімдер көп жерге де жағамыз. 20 минут бетімізде ұстап, 20 минуттан кейін осылай алып тастаймыз. Мінекей осылай аламыз. Мінекей мына жерде менің бетімдегі қара точкалардың кеткенін көруге болады. Одан бөлек мұрнымдағы қара дақтардың, жировиктердің, тіпті мына жерде кейбір жүндердің алынып кеткендігін көруге болады. Бұны сәндеген кезде качество өте қатты құртылып қалады. Адамның беті қаншалықты проблемалы болса, соншалықты көп дақтар алады. Ендігі кезекте мінекей болғаннан кейін бет осындай өте керемет әдемі болады. Болғаннан кейін міндетті түрде бетті жуу керек. Енді мен қазір маска қолданамын. Достар, ендігі кезекте бетімізге осы биоцеллюлозная масканы қоятын боламыз. Бұл маска әлем бойынша 2019-2021 жылдың ең керемет бірінші орындағы маскасы. Бұның ең кереметтілігі басқа маскадан айырмашылығы бұл беттегі және де мойындағы тереңнен сіңген әжімдерге тереңнен сіңіп олардың жойылуына көмегін береді. Себебі бұның құрамында ақ шай, көк шай, морские водоросли, А, В, С витаминдері, бета-каротин бар. Одан бөлек бұл витаминде кожаны өте қатты жылтыратады, яғни сияющий кожа болады. Бетке 20 минут қоямыз, 20 минуттан кейін бетіңіз өте керемет болады. Бетті жуудың қажеті жоқ. Міндетті түрде қолданып көріңіздер.